Енді 24 системасы қандай? Бір тәулікте 24 сағат бар, 24 сағаттың 20 сағатында біз ашығамыз, 4 сағатында тамақтанамыз. Осы система интервалды ашығудың екінші баспалдағы. Бұны көп жағдайда өттері дұрыс, яғни сіздің ағзаңызда өтіңіз бар, өтіңізді алдырып тастамаған жандар болсаңыздар, осы 24 системасы арқылы ашығуды ұсынамын. Себебі 24 16-да 8-ге қарағанда сәл кішкене қиынырақ болғанда сіз 24 сағаттың 4 сағатында ғана тамақтанасыз, окошко ашық болады, терезе. Қалған уақыттарында тек қана су ішіп, ыстық су ішіп, жаңағы шөп шайларыңызды ішіп, солай жүресіздер. Көп жағдайда адамдар бастапқы бірінші екінші күндерінде қатты қиналады, жаңағы бұзып жіберіп жатады. Сол себепті де мен айтам, егер сіздер аштыққа шыдамайтын болсаңыздар, егер сіздердің денсаулықтарыңызда уже проблема бар, органдарыңыз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, онда 16-да 8 арқылы ағзаларыңыз үйретіп барып, сосын 24-ге ұстанғандарыңыз жөн. Но көп жағдайда адамда 24-ге көп үйреніп те кетіп жатады. Бір рет 24 ұстанып алған адам, ол кісі үнемі сол нәрсені ұстауға дағдыланып тұрады. Не үшін біз әр ай сайын айына бір рет 7 күн осы ашығуды насихаттап жатырмыз? Март айында ашықпадық, себебі ораза. Ақпан айында және қаңтар айларында біз 7 күндік ашығуға кірдік. Әр айда 7 күн. 7 күн ашуға кіреміз, сосын кейін 7 күн сол ашығудан дұрыс тамақтану арқылы шығамыз. Бас аяғы 14 күн болады. Енді 24 системасы арқылы адам ашыққанда қандай өзгерістер ағзасында пайда болады? Бірінші кезекте объем деп атады, көлемні, артық біздегі сулар ағзамыздан кетеді. Сосын кейін 20 сағатта ағза ашығып жүрген кезде, бірінші кезекте ағза өзін өз тазалауға жұмыс жасайды. Екінші, үшінші суткадан кейін ағзада аутофагия процесі іске қосады. Аутофагия деп атқанымыз ағзаның өлі клеткаларды іске жаратуы. Былайша айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқан кезде. Яғни ағзаға үнемі энергия керек. Біздің жүріп тұрғанымыз үшін, ойлануымыз үшін, сөйлеуіміз үшін үнемі бізге энергия керек. Отын керек. Отынды ағза қайдан алады? Сіз сырттан тамақ беріп жатқан жоқсыз, ол өзіндегі артық шлактоксиндерді жағу арқылы бізге отынды, энергияны береді. Бұны сіздерге жалпақ тілмен түсінсін деген мағынада айтып жатырмын. Қалай сіздің ағзаңызда аутофагия процесі қосылады, сізде өзіңізден өзіңіз энергияларыңыз артып, көңіл күйлеріңіз жақсарып, сол кезде білуге болады сіздің ағзаңызда тазалану процесінің басталып кеткенге дейін. Бірақ бұл бірден басталмайды. Оны басталу үшін бізге уақыт керек.